бақтаңыз сәлдем істемеген мен мұрагер. Бүгінбізде айтатын сөзіміз 7 қазақша ойынды көрсететін боламыз. Сіздер қараңыздар. Қазақстан деп жаза салдым, шығып кететін. Қайдай? Қазақстан, міне. Осындай ойын. Мына неге осылағана ма? Активі жақсы ойында деп ойлаймын. Мына қызық. Бірінші ойынымыз ол мынандай отель туралы. Және осы ойынды қазақ студиясы жасаған деседі. Оның аккаунты бар, Казак студия деген, Қазақстан студия. TikTok'ка ол осындай ойын жасап шығарған. Саған мың алғыс. Оның да басқа ойындары бар. Міне, мұны бірінші бір маньяктан қашу туралы. Мен бәрінен тоғын ойнамағым. Қазақстан деп жазасың, шықсын. Міне, мына мұғалімден қашу. Бірақ мен бұның өзін ойнап көрмегем. Ішін көріп. Бірақ мұғалімден қашатын боламыз. Ойнап көрмегем айтады. Қопал бала жүрді қасында. Сабақ оқып. Міне, ойынды бастау. Міне, қазақша сенбесең қараңдар. Міне, көрдіңдер ма? Қазақша. Сондықтан алғыс айтып. Рахмет. Ал мұны бәйтерек көшіп. Бұяқта Астанада бейнеленген. Заты басқа елде біздің Астананы біле бермейді. Бұяқта теледидар бар сияқты. Мылтық бар. Дың. Телефон ұстайды екен ғой. Что-то хилятор ұстайды екен ғой, қысықсып. Бұяқта қазақша бірдеңе бар екен, әйтеуір орысша екен. Ұстаның. Ойын. Енді келесі ойынымызға кеттік. Ал біздің 4-ші ойынымыз міне. Казак студия. Бағана 3-ші ойыны оның негізінде 5 ойынды бар. Қызықты. Қазақша. 4-ші ойынымыз осында 2 алдым. Міне. Осында қазақша дубляждаған десенді. Қазақша айтылған зат. Ойнаңда біз 5-ші ойынымызға кеттік. Міне біздің 5-ші ойынымыз осындай. Біз осы жақта достар табуға болады. Қазақша сөйлесіп былай істейік. Жоспарғандай деп ше. Не дейді? Міне осындай қызықты ойын. Бірақ адамдар көбінесе ойнамайды бұндай ойындар. Қазақша бірақ ондайды білмейді. Сіздерге мен ұсынып тұрмын осындай ойындарды. Сіздер арнаға лайк басты келді ұмытпаңыздар. Келесі ойынымызға кеттік, 6-ші ойынымызға. Және достар, мына тұрған адам, осы адам тиктокерда ол осында ойын шығарған. Бағана студия. Оны көптеген қызықты ойындар бар. Сенбесеңіз Казак студия, гейм студияны қараңыздар. Қуып кетті. Қазір міне осындай ойындар бар. Новенький. Қазақша ойындар ойыннан да.
лайк басып ойбай лайк басып ол бірақ мен мынандай борат ойыны шыққанын білмеппін. Бұл 8-ші топ. Бәрібір қосылсақ оған. Оның мынандай түрлері бар, мынандай 4 түрі бар, енді 2 түрін ойнап көреміз. Бұл мамандығын қашырды. Неден қашатынның қазақшасын No Way Buckle деп атайды. No Way Buckle. Короче, біз бүйтем студия Казахстан Games. Рахмет. Біз әше ойнамадық қой. Хан деген бір жүр. Қазақ міне. Салам деп қойық. Кептік. Салам дейік. Яқтады қазақты ойнайық. Білмейтін не болсаң да. Яқтады достарыңызбен ойнауға болады. Бірінші бөлімнен No Way Buckle'дың бірінші бөлімінде бір ойнай алмайсың. Не дейді? Бірден айтайын. Қачы ойыншы аты осындай болады бағана айтқанды No Way Buckle. Адамды ойнап қойық, хотя білет болсын. Оны папа болса неғыш, сасық кеткен сыйғы сасық кеткен. Неге екі алдың, мен қазір саған ашуланам. Мен арқашын телефонды ойнаса, сондықтан мен телефонның алам. Өйткені сен тупой сияқты миың жұмыс етпейсің дейді маған. Прикинь. Ойнап қойық. Міне осындай ойын. Екі адам бұл ойнауға болады. Мына ойын. Яқты. Міне оқуыныңызды кетеміз. Қачана ойын тапқалады. Газашымыз газжик. Біздің ең соңғы ойынымыз Борат жатайды. Бұл қандай канал? Америка қайда? Американы потом атышта қорып кетті Американы. Неге Қазақстан Америка баратын ақшам жоқ. Үйге сен келесің ғой. Мен үшін ас үйге бару деп ойлаймын. Мен бірдеңе пісіруім керек. Не пісіресің? Шошқаның етінен бірдеңе пісіресің ба? Америкалықта сияқты. Міне біздің үйіміз осындай. Неге біздің үйіміз мынада кішкентай? Бораттікі неге дәу? Ақшым төлініп қойып. Ақшымен қорып кетші мынаяқтан. Қазақстанда жоқ. Қазақстан елі жоқ. Достар, мен видео ақтады. Қош сау болыңыздар.